Анам марқұм өте ақылды адам еді. Айтушы еді, өмірде қажекенің жаныңда жүретін болса, сенен бақытты адам болмайды құлыным. Қазіргі қиыншылыққа сен мән берме. Енді жас отбасымыз аспирантураға оқуға кетті. 2 баламен қалдым мен. Соның бәрін туыстары қолымда болды, қарындастары. Соның бәріне қамқоршы болып, тамақ істеп, мектепке барып, бала бағудың өзі маған оңай болған жоқ. Бірақ анам марқұм үнемі ақыл беріп отыратын. Сен шыдамдысың, сен пысықсың, сен жылдам істейсің, сен үлгересің деп өзімді мақтап отырып, осы шаруашылыққа бәріне бейімделген анам. Одан кейін ерекше менің жүрегімде қалғаны, осы тұңғышымыз Розамыз туғанда соншалықты қуанып, көзінен жасы шығып жылады. Заря, мен енді жалғыз емеспін. Менің қызым бар, біз 2 болдық. 2 деген 3 болдық. Мен көбейдім деп осы Розамыз туғанда ерекше бір сезімге бөленді. Одан кейін Асқарымыз туғанда, Мұратымыз туғанда тіпті өзі ерекше сондай қуанып, тебіреніп, атасын айтып, әкесін айтып, әжемізді айтып, осы туған туысқандарын айтып, ерекше бір жаңағы толған тұста жүрді. Сондықтан соның туысқа деген адал сағыныш сезімі, ағайынға, маңайына деген өзінің достық сезімін мен түсініп отырдым да, соны іске асырып отырдым. Біз 10 жыл бірге тұрғанымызда санасақ, аспирантурасы бар, университетті менен кейін бітірді, жарты жыл Новосибирск университетін. Одан кейін 1 жыл Польшаға барып қызмет істеп келді. 10 жылдығымызды тойлағанда біз 5 жыл бөлек болыппыз. 5 жыл бөлек тұрып, 2 баланы тәрбиелеп, отбасының шаруашылығын бәрін қамту маған оңай болған жоқ. Бірақ мен осы кәжайым менің арманына жетсінші, білімін алсын. Көзі соқыр болса да көкірек ояу, арманы асқақ әжеміздің осы арманынан шықса екен деген тілекпен мен оның бірде-бір жоспарына қарсы келіп көрген жоқ.